Sızıkпен сөйлейміз. Ол аяқты салат oluyor. Sınıf düzül. Döktüm. Salamatсыздар балалар. Қалдарың қалай? Жақсы. Жақсы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бізге асық ату. Ұлттық ойындарымыздың түрі асық ату ойын. Аймандарда өткен сабақта жалғасты. Бүгін дәлдік, мергендік сияқты қасиеттерді дамытуға арналған тренажерлар арқылы жұмыс жасаймыз. Түсінікті ма? Сынып 10-ды сол игі алыңдар. Сынып екі қолымыз жоғары, аяқтың ұшымен бас, жоғары созыламыз. Артқанымыз жоғары, қолымызды түзу ұстаймыз, алақан көтермей қайтып. Аяқтары. Келесі тапсырмамыз, екі қолымыз жерден, аяқтың өкшесімен бас, басты түзу ұстаймыз. Абдырахман денені ұстаймыз, сыртын бойымен жүреміз, шынтақты қолымызға артқа қайтарамыз. Аяқтар. Келесі тапсырмамыз, екі қолымыз белде, табанын сыртқы жағымен жүреміз. Баста. Басты көтереміз. Керемет балалар, аяқтары. Сынып, жеңіл жүгіріспен. Баста. Сапты бұзбай, әдемілеп бір тізбек болып жүгіреміз. Жақсы, күн сауы үшін бағалаймыз. Енді мұрнынан бастап күмесі тоқтамаймыз. Енді бір айналамыз алды. Күн сауы мүшелерін қалыпта келтіреміз. Енді ауаны мұрнымен табыдан енді ауыз ашамыз. Қолымыз белгіден жұмыс жасайды. Жақсы балалар. Аяқтарды жұмысты жайып береміз. Қозғалсын. Жалғастырамыз. Терең тыныс аламыз балалар. Ауаны жаңа айттым, тыныс алу мүшелерін қалпына келтіру қалай жасаймыз? Қолды жоғары термеу арқылы ауаны мұрнымен қабылдап, енді ауыздан шығарамыз. Жақсы балалар. Қазір ана бұрыштан мына бұрышқа дейін тізені жоғары көтеріп жүгіреміз. Дайынбыз ба? Баста. Игіреп көтереміз. Жақсы балалар. Жалғастырамыз. Келесі тапсырма. Аяғымызды артқа бүгіп жүгіреміз. Баста. Қолымыз кеуденің жанында, артында емес. Келесі тапсырмамыз. Әр аяққа баста. Жоғары көтереміз. Барынша жоғары созыламыз. Келесі тапсырманы дайындаламыз. Келесі тапсырмамыз. Екі қолымыз демде, ортасынан оң бүйірмен, ортасынан армағанды сол бүйірмен жапып жасаймыз. Үші оңнан бастаймыз. Баста. Келесі тапсырма жүгіріп жаттығулардың аяқтары. Қазір ортада екі ретке бөлініп, жалпы дамыту жаттығуларын орындайтын боламыз. Сынып, екі ретке бөлінеміз. Әрқайсысы өз фишкасының жанында тұрады. Керемет балалар. Сынып, тоқтатып, солға. Қазір алдарыңызда тұрған фишкалар көріңіз. Фишканы кім ашады? Кімде алшып тұрады, сол жалпы дамыту жаттығуларын ортаға шығып, көмегімізді көрсетеді. Дұрыс па? Көреміз, кімде алшып екен, кімде қалайды, соны айтамыз. Шық. Алшып, сенде шық, бүк, шық, бүк. Жақсы. Орнына қоямыз фишкамызды. Енді екі оғышында алшып екен, растың ортаға бөліп, жалпы дамыту жаттығуларын жасаймыз. Дауысымызды шығарамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Аяқтадық.
Жақсы балалар, Расул рахмет, орныңызға отыра қойыңыз. Мен сіздерге бұл жаттығуды не үшін жасаттым? Мен жаттығуды өзім көрсеттім, бірақ сіздердің асықты тұрған тұрысын айтып беру міндет болды. Жақсы балалар, әрқайсысын естерінде сақтапсыздар асықтың тұрысын. Келесі тапсырмамыз бастау қалпы негізгі тұрыс. Оң қол жоғары, сол қол төмен. Жаттығуды 4 есепке баста. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 аяқтадық. Келесі тапсырмамыз. Бастапқы қалып, аяқтарымызды сәл ашамыз, екі қолымыз иықта. Жаттығуды 4 есепке алдыға, 4 есепке артқа. Орындау кезінде қолды иықтан айырмаймыз. Түсінікті ма? Жаттығуды алға баста. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 аяқтадық. Жақсы балалар. Келесі тапсырмамыз бастапқы қалып, негізгі тұрыс. Енді қазір еңкейіп жатыр. Түсінікті ма? Жаттығуды мен көрсетемін, менің соңынан қайталайсың. Бірінші мен көрсетемін. Бірінші жаттығуымыз. Еңкейміз. 1, 2, 3, 4. Түсінікті ма? Жаттығуды баста. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 аяқ керемет. Жақсы балалар. Енді барлығымыз орындыққа жайғасамыз. Ол не? Алшын. Білем, алшын. Бұл не деп аталады? Сақа деп. Асықты ұрып шығаратын сақа, үлкен асықты. Біз не деп айтамыз? Тігілетін асық, одан кейін сақа. Жақсы балалар. Енді мынау сақамыз. Қай кейпінде тұр? Алшыда тұр. Жақсы. Қазір біз бұны бұрайық. Енді шықпен тұр. Келесі айналдырсақ, міне мұн жағы алшы екен, ан жағы қай екен. Енді мұнан айналдырсақ, мына жағы бүк болды. Жақсы балалар. Бүгінгі біздің орындайтын жаттығуларымыз қазір екі алаңда жұмыс жасаймыз. Хамзаттан Нұралиге дейін балалар тұрамыз. Хамзаттан Нұралиге дейін. Ана тұрған резинкелердің маңайына барып тұрамыз. Әрқайсымыз бір бірден ұстаймыз. Жақсы, сіздер де тұрамыз. Ал мына жаттығуды орындаймыз. Көзбен көрдіңіздер ме? Қол аяқты жаттап. Көзбен қолдың бұлшықеттерін дамытамыз. Әр қолға өңірекпен өсіп жасаймыз. Тартып қалмайсыз. Абай қауіпсіздік техникасы. Ал балалар, сіздердің келесі алаңдарыңызда сіздердің дәлдікке сақаны лақтырмай, қарапайым ол арқылы мергендіктерді танытасыңдар. Түсінікті ме? Мына сызыққа келесіңдер мен шеңберге допты былай лақтырмаймыз. Міне қарапайым былай. Кім тигізеді, ол допқа жүреді. Бастаңыздар. Екеуің ар жағы, екеуің ар жағы. Шеңберге лақтырмаймыз. Жалғастырыңыз. Жақсы. Кім шеңберге көп тигізеді? Шеңбердегі допқа үстінен тиген керек. Міндетті түрде допқа үстінен жанау керек. Жақсы. Орда қоямыз, төрт допты орда қоямыз. Резинкедегі балалар, резинкені орда қоямыз. Жақсы. Енді оқу орда алмастырамыз. Сендер бұл жаққа барасыздар, сіздер мына жаққа келесіздер. Ең бірінші, сол аяқта жасықты қатқан кетіне. Оң қолда сақаны ұстасаң, сол аяғын алдында бол. Қолды бізге келуге тырысамыз да, осы қимыл іс-әрекетті орындауға тырысамыз. Қараңыздар маған, тартып, міне, жібереміз. Тартып, жібереміз. Түсінікті ма? Бірақ сақаны жібермейміз. Тартамыз, жібереміз. Әр қолға 5-5-тен орындаймыз. Ал балалар, керісінен сіздер. Допты сырмақтаймыз. Үстен тигізуге тырысамыз. Түсінікті ма? Кім тигізеді? Қайтадан орындауға. Кім көріп қайтады? Дайынсыз ба? Бастап. Жақсы. Керемет. Жақсы. Қайтадан тигізіп орындауға. Айтып қоймай. Керемет балалар. Тасқаттан байбасақ. Киіп алған домалап үстінен тигіземіз. Керемет балалар. Жақсы. Қауіпсіздік техникасын сақтаймыз. Бір-біріміз тұрған кезде атпаймыз. Жақсы балалар. Дәл тырысамыз көздеуге. Тура барып тигізуге тырысамыз. Тура барып. Асықтың түбіне тигізуге.
Ал балалар, жаттығуларымызды оқып аяқтаймыз. Барлығымыз мына қызыл сызықты сап бақырамыз. Жаттығу оқып енді жаңа үйретілген материалды бекіту ретінде біз сіздермен асық ату ойынын ойнап көреміз. Түсінікті ма? Топқа бөлінеміз. Мына жерде 5 сақа бар. 3 сақа бер жағында, 4 сақа, 2 сақа бер жағында. Қазір сақаларды қағамыз. Сақаны құру тәртібі кім біледі? Қалай болу керек сақаны? Жақсы, міне қаңғап біледі екен. Сақаны қалай тігеміз? Не қойып? Араларында қандай арақашықтық болу керек? Қандай арақашықтық болу керек? Астарында. Бір сақа болу керек. Міне, қазір біздің қансат асықтық, көндегі асықтық болғаша мен сіздерге қысқаша ерекшелігін атқан кезде қазір бірге бір ойнайды. Ханзат пен Мәулен бірінші болып қалғанымыз көрермен болып қарап тұрамыз. Бұзылған ереже болса айтып отырамыз. Түсінікті ма? Жақсы. Қазір тура шеңберден атпаймыз. 4 метр. Сендердің ерекшелік, жас ерекшеліктеріне байланысты шеңбер көнген сызық 4 метр. Дұрыс па? Сол 4 метрде атамыз. Ойын басталмас бұрын сақ егіледі. Кімде алшы немесе тәйкі сол бастайды. 3 рет егіліп нәтиже шықпаса қызыл сақа бастайды. Уақытымыз 2 минут. Дайынбыз ба? Баста. Жақсы. Сөйтіп қаңғап бір атып мүмкіндікке ие болып шеңберден атысады. Жаңағы резеңкеде қайталаған жағдайды осы жерге салса, бәрімізге қысамыз. Келесі ойнайтын жұп Абдурахман мен Нұрай. Ал балалар, сабағымызды қорытындылай келе, бүгінгі сабақта біз сіздермен 2 тренажер арқылы дәлдік пен мергендікті не істедік? Дұрыс айтасыз, үйрендік. Қолымызды жаттықтырды. Жаңа резеңкедегі жаттығу, ол әлі қол бұлшықеттерін арнап мергендікке арнап. А кішірек допта ол дәлдікке арнап. Түсінікті ма? Егер де кімде қандай сұрақ бар, сұрақ қазір қойыңыздар, мен сіздерге сұрақтарыңызға жауап беремін. Бүгінгі сабағымыз өз мақсатына жетті деп ойлаймыз. Асық ату спортынан әрқашанда биік белестерге жетіп, мықты чемпиондар болуға тырысуға атсалысамыз. Дұрыс па? Қалалық облыстық жарыстарға біз асық атудан чемпион болуымыз керек. Ал бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Ал балалар тұрамыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Оң, ал киінеміз. Жақсы. Керемет болды. Сау болыңдар.